12-ші есеп бізде теңдеу жүйесіне байланысты есеп. Яғни біріншіден біз осы есепті математикалық тұрғыдан шығарып көрейік. ln x азайту ln y бізге формула бойынша ln x x бөлінген y-ті береді. Яғни бізде логарифмнің негізі тең болса, бізде ішіндегі сандар минус болса ол бөлінеді, плюс болса көбейтіледі. X азайту 2y тең 2. Осыны біз сол күйінше қалдырайық. Енді бізде ln және ln екеуі жойылып кетеді, яғни логарифмнің негіздері тең болса, бізде x бөлу y тең болады 3-ке, x азайту 2y тең болады 2-ге. Енді біз осы пропорцияны шығарып көрейік, x бөлінген y тең болады 3-ке. Яғни x дегеніміз 3y. Енді осы екінші теңдеуге x-тің орнына 3y-ті қояйық. Тең болады 2. y тең болады 2. Яғни біз осы x-ті 3y-пен ауыстырдық, себебі біз y-ті табу керекпіз. Енді қайтадан екінші теңдеуді біз шештік, және оның мәнін бірінші теңдеуге қоямыз. X тең болады 3 көбейтілген 2, яғни x тең болады 6-ға. Байқасақ, бізде осындай D жауабы бар. Енді осы есепті оңай түрде шығарып көрейік, яғни тест үшін, уақытты үнемдеу үшін. Ол үшін біз келесі затты білу керекпіз. Логарифмнің негізі және ішіндегі саны теріс сан болуы мүмкін емес. Яғни c мен d жауабы бізде келмейді. Өйткені бізде байқасаңыз, y-тің мәні минус 2-ге тең. Ондай болуы мүмкін емес. Енді бірінші теңдеуді біз түрлендірейік. ln x азайту ln y тең болады ln x бөлінген y. Біз осыны жаздық. Тең болады ln 3. Яғни байқасақ, бізде x бөлу y тең болады 3-ке. 4 бөлу 2 ол 3-ке тең емес. 18 бөлу 2 ол 3-ке тең емес. Бізде айтарлықтай бір ғана жауап қалды. 6-ны 2-ке бөлсеңіз, ол 3-ке тең болады. Міне осындай түрде біз осы есепті уақыт үнемдеп шығара аламыз.